Максимович и Рокер Канис, дуэт опорных полузащитников. И группа атаки. Она сегодня представлена Бауыржаном Джолчиевым, Патриком Твумаси, Танатом Сербаевым и Фокси Кетевуама. То есть, если отталкиваться от состава, то, наверное, можно говорить о том, что реальная опека. Но ситуативно по эпизоду очень часто мы будем видеть, что 8-й номер шымкентского клуба будет противостоять Фокси Кетевуа. Твумаси поднимает голову там на правом фланге. Подключение очень хорошее. Удар! Гол 1-0, но тут не понять. Это Нусербаев переправил мяч в ворота. Либо же он влетел от защитника шымкентского клуба. Но тем не менее разыграно, конечно, было очень здорово. И атака сходу получилась у Астаны образцово показательной. Фокси Кетевуаманың еңбегі зор, дәл осы голда өткені ол орталық шеппен нарық шепке керемет пас асырды. Ал команда капитаны тіпті Сергей Малдың аяғынан тик біткен секілді. По-моему, все-таки Малый, хотя объявляют, что Нусербаев переправил мяч в ворота. Все-таки это мало. Хотя выбора не было у Сергея Малого, даже если бы он пропустил мяч, то... Ал шымкенттіктер болса қазір қорғануы тиіс. Және кезекті бұрыштама добы қадірмен көрімен. Жаңылыс болсам 8-ші бұрыштама добы. Бүгінгі матчтағы Мұхтар Мұхтаровтың аяғынан кейін доп сызықтың ары бетін асып кеткен болатын. Және қазір Патрик Твумаси бұрыштаманы орындайды. Бойченко өте сақ. Өткен кез келген сәтте гол кіріп кетуі әбден мүмкін. Және дәл солай қадірменді көрермендер. Орталық шептен қақпаға тамаша соққы бағыттаған Галатасарайдың қақпасына гол салған 88 номердегі Рокер Канис. Колумбиялық азамат. Колумбия жастары құрамасында өнер көрсеткен. Қажет кезде, қажет жерден дер кезде табылған футболшы. Қараңыздар, ешқандай да секіргенде жоқ. Бұл қорғаушыларының қателігі ғой. Бақдәулет Қожабаев допқа бірінші жетуі тиіс еді. Дәл осы жерде қараңыздар, жіберіп қойған секілді. Бірақ бір жағынан Бақдәулеттің алдынан доп өтіп кеткен екен. Работать, может быть, уже пришло время рисковать, идти большими силами на розыгрыш этого стандартного положения для шымкентского клуба. Потому что до конца матча остается уже меньше 20 минут. Ой-ой-ой-ой-ой, что это было? Площади ворот совершенно. Один остался Тунгышбаев. Кто его держал, непонятно. В полупозиции оказался Голубничий. И в итоге 2-1. Қадірмен көрермендер, бұл 21-ші номердегі аяқ допшы осыған дейін де бірнеше эпизодта көзге ерекше көрінген болатын. Және бұл жолы ол гол салды. Осыған дейін, мәселен атап айтатын болсақ, Азат Нұрғалиев жаңағы 2 мүмкіндігін салған кезде онда есеп қазір таблода мүлдем басқа арнада. Ордабасының командасына болатын.